сенің әңгімелерің сондай қызық. Ана жағдай есіңде ме? Мектеп кезде сен қасыңа жақындаған кезде қызарып бозарып кететін ме? Оны қалай ұмытып қызықсың сен? Сосын барлығы бар ғой, ананы қара жанып кетті, қызарып кетті деп еді ғой. Қатырады. Ояндың ба? Шай келсем болмайтын бет, адам шошытып. Не бет осы обедке дейін ұйықтайтын? Сағат қанша болды? Сен маған рахмет айт. Менің күлкімнен сен зато ояндың. Маған қайта рахмет айт. 11 болды сағат. Аслан, ертерек күлмейсің ба? Жұмыстан қалдым ғой тағы да. Не енді? Сен ояту үшін не? Тиктоктың приколдарын таңғы сағат 6-ға будильник сияқты қойып қояйын ба? Мам! Бірақ мектепте біреу болған сияқты көрінді. Бір баланың күліп, жүгіріп жүрген дауысы естілді. Біз үн шығармай, шай қадаммен дыбыс шығармай шығу есігіне бардық. Бірақ есік жабық болды. Құдайым-ай, енді не істейміз деді Өмірбек. Терезеден шығамыз деді Рамазан. Не істеп жүрсің сен, бір елестер құса? Ағай, дәптерін ұмытып кеттім, сол алға келмеймін. Не ұмытып кеткенсің ба? Е. Ұмытпай жүрсейші айналайын, бір есікті қағып. Есік ашық тұрды ғой. Салғаспай бар ема. Походканы өзгертші бер, елестер құсап жүрсіңдер, школьник емессіңдер ме барлықтарың? Паранормальное явление деген что-то вообще дұрыс емес бар ғой. Соберись, Арман, соберись. Бір тамақ ішіп алайын. Энергия жинап, что-то напомайды. Қайдағы жоқ бір оқушылардан қорқып. Чё там бегарс? Ұзаққа кеттің ғой. Арман ағай, тағы да бір нәрсе жұмсап жіберді ма? Жоқ, бағын сыныпқа кіріп қалған кезде елесіз көргенде шошып кетті, түсінбейғансың ғой. Жай ма сенікі? Елес емессің бе деп көріп отырмын. Саламатсыз ағай. Саламатсыз ағай, қалайсыз? Қалдарың қалай балалар? Жақсы ағай. Таза ауада отырып әңгіме айтқандарың жақсы. Иә. Бірақ құр әңгіме айтқанша доппен ойнап отырсыңдаршы ма? Ой, ағай, біз әлі доп теуіп білмейміз ғой. Мектептегі ең кіші көп ағайсыз ғой. Біздің ағай самый лучший ғой. Қоя тұрыңдаршы. Біздің ағай Рональдо мен Мессидің қосындысы ғой. Қойыңдар, бізде ят болады. Ағай тепсеңізші. Болды, қойыңдаршы. Ағай, жасасайықшы енді. Ой, қоймадыңдар, осанаңдар ал. Ал. 1, 2, 3. Кет ма? Кім ағай? Дана апайларың? Я кетті. Данапай, саламатсыз ба? 15, 16, 17. Ағай, Данапайды қасыңызға қойып қойса, аяғыңыз тағанға жетсін деп тұрсыз ғой. Ағай, Данапайды көрсе есін жоғалтып алатын бар екен ғой, Қандай болды, не болды сендерге? Ай, қайдам ағай. Үштен кейін бірден 15-ке санап кеткеніңізге қарағанда. Шынымен де сондай сияқты. Түскі ас ішпедім, сол үшін күшім жоқ. Кет қойыңдар, бірге тамақ ішіп қайтайық. Тамақ ішіп қойыңдар. Кет. Жынды шошытып жіберген нес? Қалайсың? Сен құртқанға дейін жақсы болдың. Не болды өзінше болып қойсың? Бір настроениен көтерейін деп шошытқан ба, әдейі істеген жоқпын. Тамақ жинатсың ба, курица ма? Соғанда жаңа қорқытқанның несі ғой, өте мақсат ретінде. Бүгін тамақ тегін. Қыздар, мен атынан тамақ бүгін ана, кәмпит бәрін жей беріңдер. Андыршы. Арман, мектепте онсыз да тамақ тегін береді ғой? Білем, просто анда бір, рахмет деп бір күшті болып қосаң да болады, осындай кезде бір мақтап.
Апай, бүгін мен атынан бүкіл тамақ тегін бере бересіз ғой, балаға, мұғалімдерге деп қоясың. Өзім де тамақ ішіп да. Ас болсын, жей берсін. Плов беріңіз. Самсасымен, қасық вилкасымен, шаймен берсеңіз, чоткий болады. Осы Арман ағайға қимайын бізді апайды бар ғой. Мен де қимасына басқа жек тауып бермейін деп. Дұрыс айтасың, қашанда апайдың қасына жақындасаңдарда настроениесі болмайды ғой. Сол қайдан ғана келдіккен осы қайдан басқа адам құртқандай бір Саусымайды. Еще тана апайдың настроениесі болмай бізден бақылау жұмысы ала береді ғой. айтпаш. Арман ағайдың орнына Жандос аға болса күшті ғой. Апайдың көңіл күйін күнде көтеруші, біздің қолымыз салмаушы еді. Иә, Жандос аға жақсы. Діш ағай болса да өте сыпайы, жаны ашыр қамқор адам. Ойбай, Жандос аға еще бірігінен айтын сияқты да. Ағай, спорттың қандай пайдасы бар? Енді спорт денсаулықты нығайтады, иммунитетті күшейтеді, формада жүресің, ауырмайсың, денең менің күнде күшті болады. Сосын қызыға көрсетесің. Оның ма айтсаған? Сіз көрсеттіңіз ғой? Қойшы, не жейміз сонымен? Мен бифштек жеймін. 2 бифштекс. Жоқ, 3 бифштекс. Фантазияларың базар ғой. Сәлеметсіз бе? Жүрдік кеттік. Кеттік. Ағай, бифштек ішеміз деп, пирожки жеп кеттік қой. Қалтамда ақшам жоқ. Ас болсын, жаным. Арман емес, андай арманым, бір жаным деп айтсайшы, еркелетіп бір. Мен саған қанша айтам? Мектепте Дана апаймын. Ол Дана апай деп ана оқушылар айтсын, мен өтіп өткен ғой. Мен өзім білем ғой, еркелетем, Даночкам. Қайсысы өзім білем ғой? Арман, адам сияқты тамақ ішкізесің ба, жоқ па? Вот саған ренжіп қалған емес. Ей, Дана ренжіп қалған емес. Не болды ғой? Не болды? Кет. Дана ренжімеші, мен әдейі жасаған жоқпын ғой. Просто еркелетіп, жаным деп айтып отырмын ғой, мен қайдан білсек Айтпашы, айтпа. Қанша рет айттым саған, Арман? Бір өтінішімді орындай алмайсың ба сонда? Енді мен приятность болсын деп кішкене ойлағам ғой, жаным ренжімеші. Арман, сен вообще сөз түсінбейді екенсің ғой, иә? Тағы да жаным деп тұрсың. Сөзім жоқса. Ешкім естіпте тұрған жоқ қой, Дана, қойшы, пожалуйста. Ей, бар! Мұна енді шынымен артық болды ағай. Мынандай кино көрем деп ойламаппын. Айтпа, ана Арман ағай реально біртүрлі адам екен. Негізі бар ғой, балалар, шынымды айтсам, Арман ағайды Дана апайдың қасынан көргім келмейді. Ағай, сізге қалай көмектессек болады? Білмеймін, енді бір амалын табу керек қой. Арман ағай жұмыстан шығарайық. Мектептің директоры сияқты айттың ғой. Біз қалай шығарамыз Арман ағайды? Ол өз шығып кететінді істей аламыз. Қалай ол? Мектепке деген желаниясын қашыртамыз. Хей, жігіттер, оны мен үшін төбелес шығарудың қажеті жоқ мектепте. Ой, ағай, қайдағы төбелес? Помните, дәптер алуға барғанда Арман ағай елес көргендей қорқып кетті деп айтып едім ғой. Иә. И ол сол кезде елестер туралы кино көріп жатқан. Біздің мектепте елес бар деп Арман ағайды қорқытамыз. Бинго. Жігіттер, мына пландарың іске асса бар ғой, мен сендерге жылдық 90-дыққа 5 деген баға қойып берем. Ой, ағай, 90-дыққа 5 аз болады ау. Қасына напиток қосып берсекші. не деп тұрсың? Керек емес ағай. Біз онсыз да ағайға көмектесіп жүрік қой. Керек емес біз. Бір напиток болса болады. Ешмес. Сонымен, неден бастаймыз? Бүкілін өзіміз қатырамыз, сіз айтқан заттарды әкеліп тұрсаңыз болды ғой. Болды. Бізге бәрібір қыздардың көмегі керек болады ғой. Иә, керек болды. Бұл нәрсе точно сработать етеді деп ойлайсыңдар ма? Иә, уайымдамасаңдаршы. Маған видеоны уақытында жіберсеңдер болды. Ерасыл, шкафқа барып тығыла бер. Шкафқа? Тез тығылшы. Ей, сабақты іздеп қалсашы. Уайымдамасын, мектеп қалып кетті деп айта саламыз. Точно іздемей ма, іздеп қалмай ма? Іздемейді, бар тығыл. Ал, сендім сендерге. Жүрмін саған көмектесем. Тем более қазір жаңа тақырып өтеміз. Қатынан білмейді ағай. Саламатсыздар, қалайсыңдар? Саламат. Отырайын. Қалайсыз ағай, бүгін күштемей алыпсың. Киімі өзінің жараспаған сықты, я? Ой, бұрмайды.
Сабақты оқымай келгендей бір, иә? Оқыдық, ағай. Оқып келдіңдер ма? Дайындалдыңдар ма да? Не болды үй жұмысы? Дана, Не болды? не болған сенен сұрау керек шығар? Ана жігітсі маған сені ренжітіп жүр ма? Жандос, өзіңе қатысы жоқ нәрсеге басың сұқпа. Сабағың жоқ па сенің? Барсайшы. Қала мен қатысым жоқ. Успокойся. Мен по-любому біліп аламын. Сәлематсыз ба? Кешіріңіз. Балалар жазамыз. Present continuous tense. I am working. He, she, it is working. We, you, they are working. Все, бірінші шаг орындалды. Енді Ерасыловтың дұрыс десе болғаны. Баян, Ая, не видео жүресіңдер? Ағай, естідіңіз бе? Біздің мектепте бұрыннан келе жатқан елес бар екен. Сол жайында видео тарапты. Қош? Сіз де біліп жүрсін деп жіберіп қойдық, не дегенмен Батыр ағайымызсыз ғой. Иә ағай, сіз бар болсаңыз біз ешкімнен қорықпаймыз ғой. Иә? Қайсысың бұл қорқы бол? Мен бар кезде. Мен барда ешкімнен қорықпаңдар. Біреу тиісіп жатса, айтыңдар бірден. Күлмеңдер сосын, иә? Иә. Қоңырау, қаттамап қайтыңдар. Шуламай шығыңдар, шуламай. Бір-бірде құшақтамай. Мә, барлығы чеки-пуки болып жатыр, я? Көз тимесін. Қорыққан түрін көрсеңдерші. Еще кино көріп көретін сияқты. Супермен болып құтқарам сендер дейді ғой. Өзінің қорыққан түрмен шығарашыға әші. Енді Ерасылдың қолы, мен оған жазып жіберейін. Мектепте ешкім болған жоқ. Бірақ мектепте біреу болған сияқты көрінді. Өйткені бір баланың күліп, жүгіріп жүрген дауысы естілді. Кім? Қайсың? Кім бар? Ойбай! Бісміллә. Ойбай! Арман ағайдың осыншама қорқақ екенін білмеппін е. Қыздар, балалар, бұнда идея бастарыңа қалай келді? Ой ағай, кез келген нәрсенің ұйымдастыратын біз ғой. Сендерге бар ғой, бүгіннен бастап ужас кино түсіру керек қой. Бұл планның басы. Енді главный момент кел. Қалай? Сіздің бізге көмегіңіз керек болады. Қандай? Сіз елес кейпінде Арман ағайдың алдына барып көріну керексіз. Ол үшін не керек? Ол үшін ұзын ақ мата керек. Точно сенеді деп ойлайсыңдар ма? Сенбегенде қалай? Бір елес деген сөзді естісе қорқып жатыр ғой. Ендеше мен Ахмат алып келе аламын. Қолөнер сабағынан Ахмат алып келіңдер деп айтқан. О, міне. Ағай, сізге кішкентай задание. Әрине. Оны Ерасыл айтады. Ағай, қазір сіз Арман ағайға барыста өтірік әңгіме айтасыз. Осы мектептегі елес туралы тағы ойына түсіріп жібересіз. Болды. Мә Арман ағаға қатты не повезло ше. Айтпаш. Балалар, бұның барлығынша не Жандос ағай үшін жасап жатырмыз ғой. Бұның барлығын әзіл деп ойлайсызыңдар. Мен уже Арман ағайды аяп бастап кеттім. Если что, бұның бәрі әзіл. Пранк қой, пранк. Иә. Ағай, сендік сізге. Болды. Сәттілік, ағай. Сәттілік. Рахмет. Кәл. Өзіңіз қандай классыңдар бір андай? Үй жұмысын бер, адап дайындалмай келген кезде бір. Сосын аппақ рубашка кимеңдерші, пожалуйста, бір елес ұқсап жүресіңдер мектептің ішінде. Бір водолазка ма, бір сондай киіп жүріңдерші, пожалуйста. Түсінікті ма? Барыңдар бар. Осы жұрттың классына қарасам, бір сүйкімің келеді бір бала. Саулыңыз тілеймін, Арман ағай. Қалайсың, Жандос? Жақсың ба сен? Сабағың жоқ па не? Әзірге жоқ. Айтпақшы, сен осы мектепте елес туралы естіген жоқсың ба? Елес? Жоқ, естіген жоқпын ондайды. Тиктокта жүр ғой. Осы біздің мектепте елес бар дейді. Неужели көрмедің? Көрген жоқпын, сол елесің надо будет көріп қалсам, вдруг бар ғой. Классқа кіргізіп экзамен алып аламын.
экзамен демекші, экзаменде көп тапсырып тастатын мұғалімдер бар ғой. Соларға бірінші көрінеді екен ғой. Қойшы бір сказка айтып тұрған сияқтысың өзің. Сказка емес, рас айтам. Енді әріптес болғаннан кейін жаным ашиды ғой. Ертең сенің көз алдың елес көрінсе, тілің артқа қарай кетіп қалса, мен оны қасықпен бүйтіп суыруға, бүйтіп әрекет етейін деп қасық жоқ болса, не істеймін? Қастайын қалтаңда жүре ме сен? Қалтамда қасық жүреді ғой. Қан? Сумкамда ғой. Айтпақ деген ескер. Вообще сабағын берші. Жақсы, давай. Сказкаға той боласыңдар еді. Сол үшін физругсың ғой сен біраз сказкаға сенетіндіктен. Шегініп кеттім. Курткамызды киіп жатқанда кішкентай баланың жылаған дауысы естілді. Содан кейін тарс етіп бірден есік жабылды. Мырадан, бұл не дағы? Кім есікті? Елес деп жүрген видеоларым осы ма? Ертеге сені... Вообще-то елестеген бар. Және ол дәлелденген. Кім дәлелдеді? Бір адамды көрдің бе, ұстап алып, вот, міне елес деп айтқан адамды көрдің бе сен? Өз көзіңмен? Халық айтса, қалып айтпайды. Білмесең біліп қой, Арман ағай. Ойбай, не болды сонша Арман ағай деп Біләлі ренжіп жүрсің ба? Жоқ. Не істеймін мен, сен кешірім сұрадым. Сен кешірген үшін не істесем бар, айтшы маған. Кофеге шақырдың, кофе ұрмайсың, шай ішейік дедім, шай ұрмайсың. Өмір осы сенікі. Всегда өзіңді ақтап аласың. Басқа не істеймін, айтшы. Менің сабағым бар. Сау болармын. Әңгімеміз бір елеспен басталып, бір ренішпен біткенімше? Аққа қайда ал сондай бір елес дейтіндер өздерінше бұл жүресіндер жоқ қой ондай елес дейтін нәрселер. Дана, ей! Айбай! Дана! Бісміллә. Бала, елес дейтіндер. Түсіндім. Қыздар, сендер уақытында Арман ағайды айғырап шақырасыңдар. Арман ағай сыныпқа келгеннен кейін біз бәріміз сыныптан шығып кетеміз. Сосын? Сосын, ағай, сіз шкафтан секіріп шығасыз. Шкафтан ба? Иә. Ол қалай болады екен ол? Ағай, бұл нағыз пранк-года болады. Еще бұны жасырын камераға түсірсек, тиктокта ретке шығамыз ғой. Күшті болады, ағай. Ағай, сізге сенеміз. Нағыз актерсіз ғой. Ағай. Қарада тұрыңдар, Жандос ағай. Әдемі алып шығады. Жандос ағай, мына планды дұрыстап орындасаңыз, Дана апай сіздікі. Все, түсіндім, онда мен шкафқа кеттім. Сәттілік ағай, удачи. Болды, қалай, нормально ма? Иә. Кіріңіз. Аға, дұрыстап алып шығыңыз ағай. Болды. Бүкілі план. Түсіндер ғой. Кофейняға барып, бір кофе ішіп қайтпадық па? Түсінсаң, жалпы менің ренжіп отқаным мазаламай ма, бәрібір ма? Енді айтып отырмын ғой, кофе ішіп қайтайық, барып сөйлесейік деп. Біз қанша уақыттан бері таныспыз? Не болды? Сен сонда менің әлі күнге кофе ұнатпайтынын білмейсің ба?
без разницы бар. Шай ішіп не болды саған өзінше болып, а? Дана ханым не болды? Арман, ханым емес, апай. Апай. Не үшін сен болсың үшін? Сен үшін. Мен үшін бұрын. Шай ішеге? Не болып қалды, не? Аға, ана шкаптың ішінен дауысы шығып жатыр. Елес бұл. Ой, қайда, елес? Аға, елес қой, шығып жатыр аға. Бірінші істеңіздерші? Ой, шуға келмей, шыңдаршы. Шыңдарға бірінші істеңдер. Қайсысың ойнап тұрған? А? Қайсысың ойнап тұрған? Егер алдап тұрған болсыңдар бар, айтпады демдер, экзаменнен құлатамын сендерді. А? Кім? Кімсің сен? Неге мен? Мен жайлы естіген болсаң да, мені мойындамай, мені менсінбей жүрдің, ал енді міне, мен сенің алдыңдамын. Кім менсінбей? Мен менсінбей жүрдім, а? Мен сен айтатын бар деп. Қаншама оқушы сенің бітпейтін емтихандарыңнан шаршаған, шамадан тыс қаталдықтарыңа шаршаған. Бұл менің мектебім. Және менің мектебімде сен сияқты мұғалімдерге орын жоқ. Директордың таныс емессің ба сені? Ей, қайдағы директор? Саған бұны айтып тұрған мен мектеп енесі. Елес? Тез арада таманыңды жалтыра. Мен сені көрмейтін болайын. Кетіп баратыр не? Бәрі дұрыс па? Ан жақта елес бар. Оны біз өз көзімізбен көрдік. Иә. Қайдағы елес? Уайымдамаңдар енді. Қыздар, балалар не болып қалды? Бәрі дұрыс па? Ағай, ан жақта елес бар, ол бізді қорқытты. Я, Арман ағай да қорқып кетті. Мен барып көріп келейін. Уайымдамаңдар, бәрі жақсы болады. Жандос ағай жақсы, Арман ағайға қарағанда өте батыл жан. Я, ол өте батыл кісі. Әрі қамқор. Так, қыздар, болды. Не етіп кеттіңдер? Сендерге елестен гөрі Жандос ағайларың қызығырақ сияқты ғой? Жоқ, апай. Просто біз қатты қорқып кеттік. Ешқандай да елес жоқ. Мен оны қуып жібердім. Балалар енді еш уайымдамай үйлеріңе қайта берсіндер болады. Рахмет ағай. Вы лучший ағай. Камсамида. Рахмет сізге. Оқасы жоқ, енді балаларды қорғау менің міндетім ғой. Жүріңіз, мен сізді үйіңізге дейін шығарып салайын. Жоқ, әуре болмаңыз. Енді тағы да елес кезіп қалса. Көндіріңіз сол бұрынғыдай екен. Еш өзгермепсіз, Жандос ағай. Ауру қалса да әдет қалмайды деген. Әдебиет пәнінен мұғалім болмағаныңыз қандай жақсы ғой? Әрине. Индияда Тадж-Махалды білесің ба? Білем ғой, иә. Ол өзгермейді олмаса. Директор ханым, саламатсыз ба? Отырыңызшы, сөйлесейік. Не болды? Мен бәрін түсініп тұрмын, ше. Сіз маған ренжімеңіз, дұрыс түсінесіз деп ойлаймын. Не болды? Мен барғаны бәрі айтып жүрген, мұғалімдер айтып жүрген, оқушылар айтып жүрген елесті көрдім. Шкафты аштым, деп алдына шықты. Шыққан кезде мен де жұмыстан шығам деп шештім айналайын. Рахмет, осы күнге дейін барлығын түсінемін деп ойлаймын. Жұмыстан шыққаныңыз не, Арман ағай? Дұрыс түсініңізші, пожалуйста, болды. Мен басқа елесі жоқ, нормальный мектепке барып жұмыс істейтін болдым. Артынан Арман ағай, қалыңыз, анау дейтін керек емес. Все, елестеріңізбен сами разбирайтесь, айналайындар. Аппақ качок па, бір нәрсе ғой? Не айтып кетті? Қайдағы елес? Түк түсінсем бермасын. Арман. Сен жұмыстан шығайын деп жатсың ба, не? Неге? Саған қызық па сол? Қайдағы жоқ, елес үшін сен жұмыстан шығайын деп жатсың? Қайдағы жоқ? Мен көрдім, өз көзіммен көрдім. Елес бар деймін ана мектептің ішінде. Мен маған сенбейтін болғансың ба сен? Арман, жоқ ешқандай елес.
Немене көлеңкеңнен қорқып жүрсің? Жандос бар көріп келді ғой. Ойбай, сол я жан достарым бәрін біледі, сол елестерімен араласады, сөйлеседі, как будто. Мен көрдім деп тұрмын, маған сенбейтін болғасың ба сен? Саған да советіне мектептен шыға берші, мен уже мына мектепте 1 минут емес, 1 секунд даже тұрғым келмейді. Байқап жүрген жердің бәрінің елестері бар. Алдыңда да, артыңда да. Жүгірмей жүріңдерші сендер. Елес құсап жетіңіз. Ас болсын. Рахмет. Ағай, қатырасыз, сценарийден тыс сөздерді айтып. Бұл мен мектебім деп айтқан ше. Хорошо, что директор апа естіп қалмаған. Жандарым менің. Ең жыл оқушыларым. Рахмет сендерге. Сендер болмасаңдар мен не істейтін едім? Кім білсін? Енді сендерге айтар ақылым. Біздің істеген іс-әрекетіміз дұрыс емес екенін ұмытпаңдар. Адамның сезімдерімен ешқашан ойнауға болмайды. Мә ағай, таудың ең биік шыңына шығып артымыздан итеріп жүрдіңіз ғой. Соны айтам. Сендерге бірдеңе айтайын ба? Сендер мықтысыңдар. Алдағы уақытта сендер кез келген белесті оңай бағындыра аласыңдар. Рахмет ағай. Мә, 90-лық бестеріміз не болды екен, а? Оны қойыр, сүйшектаршы. Екеуі де болады. Мә, ағай, осы жеріне ризам. Қай жеріне? Әрқашан сөзіне тұратынына. Жандос ағай, топ дұрыс ағай ғой. Тек қана доп деп болмайды болмаса, Данапай келсе аяғы таланға шейін тебеді ғой. Расыл, құстардың көзін үшін неге айтасың? Шын ғой енді доп деп болмайсыз ғой. Әзілдеуді доғары, все-таки ағай ғой. Сендер былай істеңдер. Тамақты жеп отырыңдар, ал мен барып тәтті сусындарды алып келемін. Жақсы ағай, күтеміз. Жақсы ағай. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Айтпақшы, жігітіңіз жұмыстан шығып кетті ғой. Иә, өкінішке орай. Онда қатты өкінішке орай емес қой негізі. Ағай, сіздің бізге срочно көмегіңіз керек. Я, ағай, ана жақта шынында елес па? Елес? Дышағай сериалының 5-ші бөлімі қалай болды? Дәл қазір төменге пікір қалдырамыз. Одан кейін біздің каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сен де киноға түсуді осы балалар сияқты армандасаң, арманыңды кейінге қалдырма. Кастингке қатыс, нөмірге жаз. Жарық синема өнер мектебі сіздерді күтеді.